Енді ол деген спортқа, спортта енді жеңілуді білу керек. Ал өзіңіз де айтып жатсыз, әлде жеңістер алда. Қаберхан 4 жаста, әлі 5 жас бар, 6 жас бар. Құдай қаласа, әлі жанкүйерлерді қуантамыз. Енді біз әлеуметтік желілерден түрлі үзінділерді көріп қалдық. Қаберханға қасындағы шабуылдасын қамшы тиіп кеткен сәттер болды. Оны кейбіреулер енді әдейі жасалған деп болжап жатыр. Бұл жағына не айтасыз? Өзіңіз де көрген шығарсыз. Оны көрдім, ол өте қатты әсер еткен жоқ. Былай айтқанда, енді мына аттың терминін айтқанда кроссинг жасады ғой. Ат дайын болған жоқ, дайындығы төмендеу болды. Мына Альмақтун челленджге қарағанда өзіңіз де көрдіңіз. Қатты шыққанда терлеп кетті. Кішкене соңғы финиште дыхалкасы жетпей қалды, демалып. Ат аман, денсаулығы жақсы. Қазіргі жағдай қалай, енді алда қандай жоспарлар бар? Одан кейін бір мәселе. Қазір бәріміз қуандық шыны керек. Қазақтың шыққан тұңғыш халықаралық жокей Бауыржан Мырзабаев екеуі қатар өнер көрсетті. Енді болашақта бірге көріп қалармыз енді. Халық та соны сұрап жатыр. Қазақтың атына қазақ бала шапса дейді. Әрине, оны жоспарлап жатырық. Алдағы жарыстарда келесі жылда қазір Қаберхан демалады. Енді былай айтқанда былтырғы маусымнан бастап осы күнде шабысқа қатысты. Ол 11 ай былай айтқанда жарыста болды. Енді әрине, келесі жылда Бауыржан Мырзабаевты отырғызуға қарастырамыз.